пісірген сандық түбіндегі ең соңғы қалған тары бар ма, бидай бар ма, тұз бар ма, тағы қандай 7 түрлі тағамды салып күш қуат беретін ауыз ой жасап, сол қарияларға, жастарға сол тәрбие беріп күш беретін болған, яғни келесі жылға аман жету үшін осы бір ең бір өлер шақ дейміз ғой енді, ең бір өтпелі шақ осы кезеңді мереке тойлаған. Осы мерекеміз құтты болсын. Мен енді бізде Евразия ұлттық университетінде және ұлттық өнер университетінде Айман Мұсағожаева басқаратын айтыс мектептері бар. Мен қасымда тұрған 2 жас ақын, екеуі де қазір танымал. Жақында ғана Таразда өткен республикалық ақындар айтысы, Жүрсін ағамыздың айтысы ғой енді. Сол айтыста мінекей 2-ші орын алып келіп отыр осы 15 күн бұрын. Алдына келіп деген қарындасымыз кәсіби ақындар айтысы бір алтын домбыра иегерлерінің біразын жеңіп барып шыққан мынау Дәурен Ысқақ деген бұл өзі тамаша жас айтыскер, талай айтыстан жүлдегері, өзі пародист. Кез келген ақындарымыз, әншілердің пародиясын салған кезде елдің аузын аштырады. Осы екеуі сіздерге бір айтыс көрсетсем дейді, қабыл алыңыздар. Қысқа ғана бір айтыс көрсетіп берсін.